Assalamu alaikum. Bishkek şahrının turgundары жана меймандары. Бар каналына хуш келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарындагы унаа базарындагы сатылып жаткан унаалардын баалары жөнүндө кабар бермекчибиз. Анда эмесе баштадык. Мына азыр алдыбызда Toyota Avensis турат. 2002 жылкы 1.8 объем $5500 тураптыр. Артынан көрүнүшү. Андан кийин дагы Ford турат. Механика 2002 жылкы 1.8 объем без вложений дейт. 3450 суратыптыр. Бул болсо артынан көрүнүшү. Андан кийинки машинабыз Volkswagen Passat Universal 1990 жылкы экен. Механика дейт. 2 объем 195 000 сом суратыптыр. Телефону турат. Мынакей, бул болсо артынан көрүнүшү. Мында дагы бир жашыл түстөгү Volkswagen Passat Universal турат. 1994 жылкы экен. 1.8 объем 200 000 сом суратыптыр. Срочно дейт. Мынакей, алдынан көрүнүшү. Андан кийинки машинабыз Nissan Premier экен. 2002 жылкы 1.6 объем телефону турат. 254 000 жүрүптүр. Механика экен. Бул артынан көрүнүшү. Бар деген. Мына алдыңыздарда дагы бир Passat турат. 89 жылкы 1.8 объем 150 000 суратыр. Механика. Бул болсо Mazda экен. Автомат экен. 94 жылкы 185 000 сом суратыр. Бул артынан көрүнүшү. Мына алдыңыздарда дагы бир Mercedes-Benz 220 Universal. Mercedes-Benz 92 жылкы газ бензин менен да жүрөт экен. 230 000 суратыр. Телефон çalıp сүйлөшсөңүздөр болот. Ана. Алдыңыздарда Mitsubishi Space Star турат. Mitsubishi Space Star 2002 жылкы 1.3 объем механика экен. $3500 турат. Кебул артынан көрүнүшү. Мынакей, Volkswagen Golf Universal 2 объемик. Бул алдынан көрүнүшү. жылкы автомат. $4000 сурат. Андан кийинки машинабыз Infiniti Maxima деген унаа экен. 98 жылкы 2 объем $3600 сураттыр. Бул болсо артынан көрүнүшү. Бул жакта дагы бир Mercedes турат. Бул артынан көрүнүш. Мынакей, бул болсо алдынан көрүнүшү. 91 жылкы $200 сураттыр. Мынакей телефон. Мында дагы бир Volkswagen Vento турат. Пробег 260 000, 93 жылкы механика дейт. Газ бензин 280 000 сураттыр. Кийинки машинабыз Subaru Forester. Мынакей, артынан көрүнүшү. Азыр эми алдына өтөбүз. 2003 жылкы 6008 сураттыр, 2 куб,
Шумоизоляция автозавод дейді. Вложение не требуется екен. Телефонды көрдіңіздер. Бұл алдынан көрініші. Турбо екен. Кейінгі машинамыз Nissan Premiero. Жашыл түстегі екен. 2000 жылқы механика дейді. 270 мың сом сұратыптыр. Бұл болса артынан көрініші. Кейінгі машина Audi 80. Серебристый. Мінеке, бұл алдынан көрініші. Son 4. жылқы, 2 объем, 250 мың сұратыптыр. Андан кейінгі дағы Audi A6 серебристый түстегі екен. 240 мың сом сұратыптыр. 97. жылқы, 2-4 объем дейді. Кейінгі машинамыз Audi A6 универсал екен. Бұл артынан көрініші, мінеке, алдынан көрініші. A6 пробег оригинал дейді. 1.8 объем, 917 дейді, состояние жақсы дейді. Зимний резинасымен екен. 280 мың сұратыпты. Мынанда дағы бір Passat универсал Volkswagen тұрады. Қызыл түстегі. Авалы жақсы екен. Бұл алдынан көрініші. B3 дейді. 93. жылқы. 1.8 объем. Монопресс екен. 230 мың сұратыпты. Ford универсал тұрады. Неге? Бұл алдынан көрініші. Ford Focus дейді. 2002 жылқы 1.8 объем. 230 мың сұратыпты. Дизельный екен. Кейінгі машинамыз Volkswagen Venta. Қызыл түстегі. 92 жылқы екен. 250 мың сұратыптыр. 1.8 объем. Монопресс екен. Авалы жақсы екен. Бұл алдынан көрініші. Бұл артынан көрініші. Бұл машина Audi A6 деген. Қызғыш түстегі. 2.6 объем. 897 250 мың сұратыптыр. Телефондарды көрдіңіздер. Универсал екен. Артынан көрініші бұл. Азыр алдыңыздарда Audi үлгісіндегі машина тұрады. Audi A6 96 жылқы 1.8 объем. 897 дейді. $3500 сұратып. Бұл алдынан көрініші. Бұл артынан көрініші. Кейінгі машина Nissan Almera Tino. Серебристый цветтегі. $3900 сұратып. 2003 жылқы. Оригинал пробег дейді. 1.8 объем. 7.8 жеткен механика. Авалы жақсы дейді. Бұл артынан көрініші. Мұнда дағы бір жашыл түстегі Nissan Almera Tino тұрады. 2002 жылқы механика, бензинменен жүреді. 7.8 жеткен. Авалы жақсы дейді, без вложения. Біреулі владец дейді. Барды опциясы бар екен, 3800 сұратыптыр. Бұл артынан көрініші. Есі айтады, ким ала тұран болса, арзандатып береміз деді. Бұл салондың içi. Көрсеңіздер болады. Ешқандай вложения керек болбойды дейді. Керек емес дейді. Телефонды көрдіңіздер, чалып сөйлесеңіздер болады. Мына алдыңыздарда Volkswagen
Jet'te турат. Күрөңүрө карараак светте экен. 92-жылкы 1.8 объем. Один хозяин дейт. Пробег оригинал экен. 225 000 сом суралыптыр. Телефонду көрдүңүздөр. Бул артынан көрүнүшү. Кийинки машинабыз Volkswagen Passat B4. 97-жылкы экен. 1.6 инжектор дейт. Кондиционер, ABS бар. 250 000 суралыптыр. Бул артынан көрүнүшү. Телефонду көрдүңүздөр, чалып сүйлөшсөңүздөр болот.